Давайте начнем. Я что, видеосъемку будем сейчас? Да. Брат, мы лицо не возьмем. Жоқ, давайте лицо дейді. Лицо. Давай, орыстар білесің ғой, жақын. Бұлар қазақтар ойбай түсін, ұялам, қатын балаша не дейді ғой, мыналар, давайте будем снимать деп. Сол сияқты да, короче. Бұлар андай да, атылып тұрады да, ұялмайды. Біздіңкілер сәл ұялып, в общем. Ол дұрыс емес. Қазір біреу сатып алайын деді ғой, біреу. Сол несіне алады. My little baby, change your price tag. There's a hook Қайырлы күн, бүгін біз тағы да технодомдамыз. Сол әлі сериямыз жалғастырып жатыр. Бүгін біз Бүгін өзіміз топымыз жалғастырып жатыр. Осы көп сұрақ қойды. Қандай MacBook алған дұрыс? MacBook'тың неше түрлі шығып жатыр? 2017 бар, 2018, 2019 шыққандар бар. Қайсысын алайын? Өзің бағасына және жалпы ұтылып қалмайтындай, өзің ақшам экономить ететіндей деген қай MacBook'ты алған дұрыс? Сол үшін бүгін біз тоже Ильядан сұрап жатырмыз. И одан кейін өзіміз мнениемізді айтамыз. Біз айтып қойын, СНГ-дегі топ блогерлерден де тоже біз мненияларын алып, анализ жасап, ішіндегі реальный деген сияқты өзіміздің мнениемізді айтамыз. Анализ жасап тек қана. Түсінікті ғой? Давайте кеттік. Добрый день. Если рассматривать среди макбуков, то однозначно можно выделить прошку. То есть MacBook Pro 2018 года. Среди них можно рассмотреть две модели. Одна будет в стандарте 15,6 диагональ, вторая будет 13-дюймовая. Но у Mac в основном их большое преимущество, точнее большой спрос пользуется тем, что именно они более компактные, то есть более меньше диагонали размера. Соответственно, если рассматривать среди прошек, то однозначно лучше рассмотреть 13-дюймовый, потому что он меньше, компактнее, легче да, при транспортировке. Но, тем не менее, он содержит все то же самое, что есть и в 16-дюймовом. Это мощный 4-ядерный процессор, это оперативная память 8 гигабайт. И тут уже на выбор пользователя SSD накопитель объемом 256 или 512 гигабайт. Ну и цена у него составляет 930, точнее от 930 тысяч и до миллиона с лишним, если это будет 512 гигабайт. То есть однозначно первое место будет за прошкой 2017 года. Pro, да? Да. 18 год, да? Если рассматривать вторую версию, то можно рассмотреть эту модель. Та же прошка с тачпаром. Сенсорная полоска, сенсорное управление идет. Здесь уже идет выбор между памятью. Либо это будет 128 гигабайт, либо 256 гигабайт. То есть та же моделька, все то же самое, просто объем памяти немножко поменьше. И немаломощная видеокарта. Для графических программ, для дизайна это просто идеальный вариант. Идеальный вариант, да? Второй вариант, если отбросить прошки и рассматривать более приемлемые по карману, допустим, более бюджетные, то можно рассмотреть Air, потому что по характеристикам он идет аналогичный. Единственное, что его отличает от прошки, то что у него идет двухъядерный процессор с той же частотой обновления. Оперативная память идет также 8 гигабайт, и объем памяти уже на выбор пользователя. Либо это будет 128 гигабайт, либо это будет 256 гигабайт. По цене он намного приятнее. Здесь уже можно уложиться в 600 тысяч тенге, то есть в данном случае это 570 тысяч тенге, стоит 128 гигов в отличном качестве. Все. Да, все, да? В принципе. Короче, былай достар. Қайтадан келейін да. Бүкіл неде бойынша жалпы MacBook алғанда көбісі айтады, Air'дан көр, давайте Pro алыңдар дейді. MacBook Pro'дан көрі, давайте Air алыңдар дейді. Мен бірден айтайын. Pro'ны алыңдар дейді. Жалпы дұрыс айтады олардың бәрі. MacBook Air'дан көр, жалпы MacBook Pro алғандар дұрыс. Жалпы бірақ қараңыздар, MacBook Pro'ның да өз неше түрлісі бар. 2018, 2019 тағы да басқа нелер бар. Бірақ мен сіздерге айтайын, осы MacBook алып жатқан кезде, қараңыздар, внимательно қараңыздар. 2013 пен жалпы 2016 жылға дейінгі MacBook'тардың ешқайсысын алудың қажеті жоқ. Реально. Себебі олардың процессорында тағы да басқа глюк болады, анау болады, в общем, істемей қалып проблемасы көп, короче. И көп деген кері отзывтар бар. Мен сіздерге көбінше айтатын, мысалы, мен сіздерге айтайын. Мына 3-ші орында, 2-ші орында деп айтпай ақ қойын, MacBook'тар. Принцип бағасы 500 мың, 600 мың, 650 мың. Мен сіздерге айтайын, ақшасынан не алмасаңыздар да, главное мынаны алыңыздар. MacBook Pro 2019 жылы шыққан 675 мың теңгеге. Дәл осы ноутбукты алыңыздар. Жалпы ноутбук емес, дәл осы MacBook'ты алыңыздар. Не үшін? Таучбар бар, бәрі идеально жұмыс істейді. Дизайнмен, монтажбен, бәрін смело көтереді. Мынаны өзім, мынаны қарашы. Мынаны өзі мен 6 ай қолдандым.
реально осы MacBook Pro 13 2019 жылы қолданған. Осыны мен туған күн кезде алдым. Алдай қолдандым, қайтадан сатып жібердім. Ең бастысы осыны алыңыздар. MacBook алып жатқан кезде кемі 256 гигабайт алыңыздар память. 128 алсаңыздар реально толып қала береді. Бақшасы анау мынау дейсіздер, бірақ реально толып қалар. Ығын шығып кетеді. Бекер 256 ала салмаппын деп. Сондықтан да мен сіздерге айтайын. 128 емес, 256 гигабайт, 4 ядролы, және нерде SSD. Бір тағы бір нәрсесі бар. Жалпы MacBook'тан не үшін Windows қараған тестейді, себебі бұның операционкасы бар. Бірінші, екіншіде бұда SSD орнатылып, бағана айтып кеттік қой, анақта уже Windows'тарды орнатылып, бірақ как MacBook сияқты жұмыс істемейді. Егер для офисқа ақшаңыз бар болатын болса, осы MacBook'тан дұрыс. Мен өзім алдым, ешқандай өкінген жоқпын. Қазір тоже жаңа осын тағы да алайын деп жатырмын қайтадан. Более для офисқа қазір пантовать ету керек болады, короче. Клиенттерге бар деген сияқты. Сол кезде осы MacBook Pro отырсаңыздар, кәдімгідей адамдарға бүйтіп не береді. Мен оны алдын сатып, орнына басқа нәрсе не аламыз. Примерно түсінікті болды деп ойлаймын. Достар, сонымен біз MacBook жайында бүкіл толық ақпарат бердік деп ойлаймын. Егер ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңдар. Егер келесінде қандай видео шыққанын қалайсыздар, соны білем, не айттым мен дегенсің ба? Комментарий жазып кетіңіздер әрине. Келесі қандай видео шыққан қалайсыздар? Міндетті түрде не істейсіздер? Әрине комментарий жазып кетесіздер. Және тағы да достар, келесіне қандай дүкенге барайық? Соны айтып кетіңіздер. Біз міндетті түрде барып, сол дүкенде полный разобраться етеміз, короче. Не бар, не жоқ, неге ондай деген секілді. Тек қана сол дүкеннің ғана техникасын түсінатты ғой, да? Егер примерно түсінікті деп ойлаймын, достар. Көп сөйледім ма? Давай, от души. Рахмет, достар.